Енді бүгін біздің көптен күткен күніміз, әр адамның өміріндегі маңызды күн, және де маңызды күні біз неке жүзігімізді зергерлік компания Рунарға тапсырыс бердік. Сапасы да өте күшті. Сағынар ма? Не, қараңыздаршы, екеуміздің қалағанымыздай жасап берді. Бір күнде істеп берді. Қыз жолдас Әсия, осыдан кейін Әсия кетсін. Менен кейін сразу Әсия кетсін. Чымкенттің қызы. Міне, Әсия тұрмысқа шығып кетсін. Амин. Прям осы бір 4-5 айдың ішінде тезірек тұрмысқа шығып, тойына Әсияның барайық. Амин. 25 жылы сіздердің екелеріңіз тіркелді. Сіздерді еркі зайыплар екеге қатысықты қос жүрек мәңгі сақтайды. Ақ жарқынға берді. Бір шапала бұрып қойып. Ақ жарқында көпті көрген қыз, текті жердің қызы, бұл да білет кімге беру керек деген. Дәулетжан. Ассалаумағалейкум. Ақжарқын қыздарыңыздың мінекей Дәулет екеуінің тойына келдік. Қасында Ақжарқынның мамасы бар. Тілек айтып қойсаңыз қызыңызға. Ал енді Дәулет күйеу балам мен қызыма ақ жол, міне бүгін үлкен тойына келіп отырмыз. Бүгін құдалардың алдына келіп, төсек орнымызда келіп өзіміздің сыйлығымызды жасап құдаларға деген. Солардың бәрін өткізіп, қазір бір белден асып отырмын. Екі балам бақытты болсын, ғұмырлы болсын, жағынан сүйіндірсін осы құдалығымыз. Екі бала үбірлі шүбірлі болып, осы алып келген төсек орным солардың балалардың тепкісінде тоссын. Аумин. Сол қазақтың салт дәстүрін сақтап, енді бүгін үйлері енді Астанаға кеткен жатыр. Келіп қалдым кешіксемде. Ну, ничего. Образ осылай таңдап алдым өзім. И келді. Мен сияқты қонақ жоқ шығар. Кешіксе де келетін. Өйткені баланы қарайтын адамды білесіздер ғой. Өз-өзімізбен әйтеуір табамыз. Ақжарқындарға Мальдив аралдарына жолдама берді достарым. Биіктікте өтті. Тура біз Лазан жайында болды. Күшті өтті, білмеймін, ұнады. Лифта, я. Сол қайтып бара жатыр мен уже, потому что что-то уже ұзақ бітті. Мен негізі бұдан да ерте қайтайын деп ойлаған едім. Бірақ Ақжарқын біраз құрбылары қайтып кеткеннен кейін, енді все-таки Ақжарқынның құрбылары деп шақырса ұят болып қалмасын деп қалып, Альмира тілек айтпай қалай қайтады дегесің, тілек айтып қайттым. Еще той жалғасып жатыр әлі де. Вот, той жақсы өтті. Мына жақта ұтып алған сыйлығым бар. Негізі пылесос ұтып алғам. Сосын Замирамен ауыстырып алдым. Өйткені балаға үлкен ойыншық Нұрасылға деп алып алдым. Шеше байық сондай екенбіз ғой, қазір. Мен сияқты мамалар бар шығар, е. Машинаны қыздырып отырмын. Сол аралықта бір кішігірім сұрақтарға жауап беріп кетейін. Негізі бүкіл дайрек мен бір жаққа барсам, жаңа босандың ғой, үйде отырмайсың ба, баламен деп жазады. Рас, я сіздердікі де дұрыс, жаңа босандым. Бірақ менің алтын енем бар. Екінші анам бар үйде. Балаларыңа кім қарайды деп көп сұрайды ғой. Менің енем, яғни екінші анам қарайды. Нұрғалымның мамасы, яғни, сол кісі қарап көмектеседі. Уже екінші жылға кетіп бара жатыр. Мен аса қатты көрсете бермеймін, бұйырса көрсетем, бірақ сол кісі өзі жібереді. Альмира шақырды ма? Бар. Шақырған жерден қалма, көңіліңді көтеріп кел. Баламен үйде отыра берсең де шаршайсың деп, ол кісі өзі үйде отырса да, балаларды өзі алып қалып, ештеңені уайымдамай, қам жемей демалып қайтыңдар деп жібереді. Расымен де. Рас, ондай енелер бар, қыздар. Қыздар, расымен де ондай енелер бар. Көбісі ене деген сөзі қатты бір жаман оймен ассоциация жасайды ғой. Негізі ене деген анау, мынау, екінші кене деп жоқ. Әркім өзіне ғой, енді әркім өзінің өмірінен айтады да, бірағында менде шүкір Аллаға өзімнің екінші анам, яғни өз қызындай мені жаңағыдай көңіліңді көтеріп кел деп балаларды өзі алып қалады. Шын, Нұрғалым екеуің барып келіңдер, бір жаққа шақырса, шақырған жерден қалмаңдар деп рас, өзі ақылын айтып, қызындай қарап отырады. Баланы ертіп жібермейді, например ше. Сол себепті, мама, үлкен рахмет сізге. Енді
көп көрсете бермеймін негізі инстаграмға, енді көрсетсем ба деп ойлаймын. Өйткені екінші жыл міне келіп қарасып жатыр. Екінші жыл емес, жалпы үйленгелі ғой қарасатыны. Официально келіп 2 жыл болып қалды, міне бізде бірге тұрамыз, ата-енемен бірге тұрам. Вот, көп сұраққа жауап болды деп ойлаймын негізі. Мен негізі говорящий голова болып былай онша көп сторисқа шықпай кеттім. Андай қылғым келмейді. Баладан шаршап, мен есімді білмей қалдым деп өтірік айтпай қояйын. Рас, мама екеміз үйде бала бірге қараймыз. Мама көбінесе мама қарайды. Бала шағаның бәрі маманың етегінде ғой, короче. Апа деп аял әуел бүйтеді маған. Біз үшеумізді дейді, апа туған дейді. Сен Алдиярды ғана туғансың дейді. Тек соны есінде қалған ғой енді. Сол айтпақшы, расымен де бала тапқандық емес, баққандық деп апа ата деп бөліп тұрады апасы мен аталарына. Немере ғой енді. Баладан тәтті немере демекші. Шынымен де балаларымыздың бәрі апа аталарына өте жақын. Құрсын бұл әңгімемнен көз тиіп, ертең тойыма бара алмай қалып жүрмейін, ертең болатын тойларыма көз тиіп кетпесін, арасында тіпай дұрыс болған екен, шүкір деп қойыңыздар.